Bismillah. Уа Расулым, әр үмбеттен сол үмбеттің істеріне һәм оларға хақ діннің жеткендігіне куә болатын бір куәгер пайғамбар шығарғанымызда, сондай-ақ сені де мыналарға, яғни үмбетіне, әсіресе араларындағы кәпірлер мен мұнафықтарға қарсы куәға тартқанымызда адамдардың жағдайы не болар екен? Сол күні өмір бойы күпірлікте табандап, ақырында кәпір болып өлген әрі Алла елшісіне қарсы шыққандар істеген бүкіл күнәлармен бірге құрып, жекмен-жексен болуды қалайды. Алайда олар хақ дінге, пайғамбарларға қарсы айтқан бірде-бір сөзін де, істеген бірде-бір әрекетін де Алладан жасыра алмайды. Уайымын келтіргендері мас немесе ұйқылы ояу кездерінде өздерінің не айтып тұрғандарында білетіндей естеріңді жиғанға дейін намазға жақындамаңдар. Сондай-ақ жолаушылықты есепке алмағанда, бой дәреттің бұзылғанда толық жуынуға дейінгі намазға жақындамаңдар. Ал егер науқас немесе жолаушы болсаңдар, яғни үлкен дәретке отырып келгеннен не болмаса әйелмен төсек қатынасына түскеннен кейін жуынатын су таба алмасаңдар, таза жерге таяммум соғып, яғни алақандарында таза топыраққа соғып, онымен беттеріңді және қолдарыңды сипаңдар. Шүбәсіз Алла афу, құлдарына әрдайым кеңшілік әрі жеңілдік жасаушы һәм ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Алла дұшпандарыңды өте жақсы біледі. Ендеше сендерге жанашыр, қамқор дос әрі медеткер ретінде бір Алла жеткілікті. Яһудилердің арасында сөзінің мағынасы мен қабылын өзгертіп, кей сөздерді әдейі бұрмалап айтатындар бар. Олар естідік әрі мойынсұндық деп айтатын жерде естіді және бағынудан бас тарттық, бізге құлақ асыңыз деп айтқан сияқтанып, бізді тыңда, сөз тыңдамағыр, және бізге де көңіл бөлесің бе, немесе ей біздің бақташы, бізге бас-көз бол деген мағынаны да білдіретін екі-үшті сөзді қолданып, іштерінен екінші мағынаны меңзеп, рағина деп айтады. Олар бұл сөздерді дінге тіл тигізіп мазақтау пиғылымен әдейі бұрмалап айтады. Егер олар керісінше естідік әрі мойынсұндық, бізге құлақ асыңыз және бізге де көңіл бөліңіз деп айтса, өздері үшін әлдеқайда жақсы һәм дұрыс болар еді. Алайда күпірлікте табандағандықтан Алла оларды рақымнан алыстап лағнеттеді. Сондықтан олардың аз бөлігін қоспағанда басым көпшілігі иман келтірмейді немесе тыйып қашып ғана иман келтіреді. Ей кітап иелері, бірқатар жүздерді қас, көз, мұрын және ауыздан жұрдай етіп теп-тегіс қылып жіберместен немесе сенбі күнінің қасиеттілігін құрметтегендерді маймылға айналдырып лағнеттегеніміздей, оларды да рақымымыздан алыстап адам кейпінен айырмай тұрғанымызда өздеріндегі Тәуратты, яғни әу бастағы бұрмаланбаған кейін растаушы ретінде түсіргенімізге, яғни Құранға иман келтіріңдер. Алланың әмірі міндетті түрде орындалады. Алла өзіне серік қосқанда әсте кешірмейді. Ал одан өзге күнәларды істеген құлдарынан қалағанын кешіреді. Кімде-кім Аллаға өзгелерді серік етіп қосса, сұмдық, өтірік айтқан әрі өте ауыр күнәға батқан болады. Өздерін күнәдан ада, жүректерін пәк санайтындарды, яғни бір Алланың ең жақын достары әрі сүйікті, біз санаулы күндерден басқа азап шекпейміз дейтіндерді көрдің бе? Жоқ. Алла құлдарының жүрегін һәм істерін бәрінен де жақсы біледі. Қалағанын күнәдан ада, пәк етеді және ешкімге де әділетсіздік жасалмайды. Қарашы, Алланың атынан қалай куәлік айтуда? Осының өзі көрінеу күнә ретінде оларға жеткілікті. Кітаптан өздеріңе жеткілікті үлес тигендерді, яғни иләһи кітапты оқу арқылы һәм іліммен сусындап, біраз нәрседен хабардар болғандарды көрдің бе? Олар жалған құдайларға және тағутқа, шайтанға немесе хақ дінге қарсы жалған діндестерін жолдар немесе жүйелер ойлап тауып, ел-жұртты соған түйістіруге мәжбүрлейтін зұлым күштерге иман келтіреді.
Һәм онымен қоймай кәпірлер жайлы бұлар мұсылмандарға қарағанда тура жолды ұстанады деп айтады. Міне солар Алланың рақымынан алысталып лағнетіне ұшырағандар. Алла кімді рақымынан алыстап лағнеттесе, оған қол ұшын беріп азаптан құтқаратын ешкім де таба алмайсың. Әлде олардың жер мен көктің бар байлығы мен билігінен алар үлесі бар ма? Олай болған күнде олар сарандықтан адамдарға түк те бере алмайды. Әлде олар Алланың шексіз шарапатымен пенделеріне Мұхаммедке және оның қауымына берген нығметтерін қызғана ма? Біз кезінде Ибрахим әулетіне де кітап пен хикмет бердік. Сондай-ақ олар мол байлық пен зор билік нәсіп еттік оларға. Олардың бір бөлігі ғана Ибрахимге иман келтірді. Енді бір бөлігі болса, одан сырт айналып ел жұрттың оған иман келтіруіне кедергі жасауда. Ондайларға сазайларын беру үшін жаһаннамның жалын атқан оты әбден жеткілікті. Не осылайша аяттарымызды мойындамай күпірлік қылғандарды күндердің күнінде қуатты бұл дүние от атаулыдан әлдеқайда күшті алапат отқа тастаймыз. Сол жерде олар үздіксіз азап тарту үшін терісі әбден күйіп жыжғырылған сайын орнына жаңа тері қаптап отырамыз. Шүбәсіз Алла әзиз, ұлы, бәрден үстем, хаким, әр ісі мен әрбір үкіметінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. Ал иман келтіріп өздерін һәм қоғамды түзетуге бағытталған игілікті істер атқарғандарды ішінде мәңгі бақи қалып бақытты өмір сүретін жайқалған жасыл баулардың арасына және зәулім сарайлардың түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларына кіргіземіз. Жұмақта олар үшін пәк жұбайлар бар. Сондай-ақ олар жұмақтың әсте түгесілмейтін нығметтерге толы болған жанға жайлы самаладай көлеңкесіне саялтамыз. Алла сендерге аманаттарды иелеріне қайтаруды және адамдардың арасында билік айтқандардың әділ үкім шығаруды бұйырады. Не осылайша Алла сендерге қандай керемет насихат айтуда. Шүбәсіз Алла самих, айтқан сөздерін мен үкімдерін бәрін естуші, һәм басир, не істеп не қойып жүргендерінің бәрін көруші. Уайыман келтіргендер, Аллаға қалтқысыз бағыныңдар, елшіге бағыныңдар, сондай-ақ өз араларынан өздерін сияқты мүмін болған басшыларыңа бағындар. Егер Аллаға және ақырет күніне иман келтірген болсаңдар, қандай да бір мәселе төңірегіндегі өзара келісе алмай таласып қалғандарында Аллаға және Алла елшісіне жүгініңдер. Солай істегендерін өздерің үшін әлде қайда қайырлы һәм ақыры да анағұрлым жақсы болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Жаңа сүре аяттар шыққан кезде ең бірінші сіздер біліп отырасыздар, ең бірінші сауапты сіздер алып отырасыздар.